Ассалаумағалейкум, құрметті Ернар Education YouTube арнасының көрермендері. Сіздермен жас кәсіпкер, жас ағартушы және жеке қаржыны басқару бойынша маман, мен Ысмабек Ернар Маратбекұлы. Достар, бүгінгі видеоны соңына дейін көріңіздер, өткені бүгінгі видеода қаржылық сауаттылық ғылымының 13-ші сабағын өтетін боламыз, және ол сіздердің өмірлеріңізді өзгертуі әбден мүмкін. Ендеше сабақты бастайық, достар. Жалпы қаржылық сауаттылық ғылымы бұл негізінен сіздердің қаржылық білімдеріңізді жетілдіру үшін және сіздердің бай боламын, көп ақша табамын және үлкен істер жасаймын деген арман мақсаттарыңызды, тілектеріңізді орындауға көмектесу үшін беріліп жатқан білімдер болып табылады. Қаржылық сауаттылық ғылымы бүгінгі таңда қандастарымызға көбінесе жетіспейді және қаржылық сауаттылық төмен болғанның кесірінен біздің халықта кредитке байланысты, қарызға байланысты және тұрмыс жағдайының төмен болуына байланысты, әлеуметтік экономикалық жағдайларға байланысты көптеген қиындықтар кездесіп жатады. Дәл сол қиындықтарды шешу үшін мен өз үлесімді қосқым келіп, осы қаржылық сауаттылық ғылымын өз YouTube арнамда тегін бөлісіп жатырмын. Сіздерден тек қана қолдау болса деймін, видеоны тарата отырыңыздар, лайк баса отырыңыздар және астына сұрақ қойып, өз қолдауларыңызды білдіріп отырсаңыздар болады. Қаржылық сауаттылық ғылымының бүгін 13-ші сабағы, 13-ші сабақтың тақырыбы бай болғың келсе, садақа, зекет бер және қайырымдылықпен айналыс деп аталады. Жалпы садақа, зекет беру, қайырымдылықпен айналысу бұл бай болғысы келетін, көп ақша тапқысы келетін адамдардың өте маңызды жасайтын ісі деп мен өз басым айтар едім. Дәл қазір оған өзімнің өмірімнен де тәжірибе келтірем және де әртүрлі мысалдармен, ұлы адамдардың сөздерімен де мысалға келтіріп дәлелдейтін боламын. Жалпы ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде былай деп айтады: егер дүние мүліктеріңді қорғағыларың келсе, онда зекет беріңдер дейді. Ал ауруларыңды емдегілерің келсе, онда садақа беріңдер дейді. Және де үшінші, бәле жаладан сақтану үшін дұға жасаңдар дейді. Бұл жерде бірінші зекетке келетін болсақ, яғни зекет беру, сіздің дүниеңіздің бір бөлігін беру, Аллах Тағаланың жолында, қайырымдылық жолында, ол сіздің дүниеңізді қорғайды. Және де екінші садақа беру, бұл аурудың алдын алады және аурудан емделуге сеп болады. Және үшінші, бұл дұға жасау сізді бәле жаладан сақтайды. Осы жерде енді көптеген бай адамдарға қарайтын болсақ, олар несейді қаржылық, былай айтқанда қайырымдылықпен айналысады. Өздерінің дүниелерінің белгілі бір бөлігін қайырымдылық жолында жұмсап отырады. Яғни ол зекет деп аталады. Зекет беру бұл сіздердің дүние мүліктеріңізді қорғайды. Өкінішке орай мен мынадай бір тенденция дейміз бе, осындай бір стереотипті байқадым. Көп адамдар жалпы садақа беруден, зекет беруден тартынады бізде осы қандастарымыздың арасында. Оларда мынандай психология бар. Мен бұны өз еңбегіммен, өз күшіммен таптым, мен неге бұны қайырымдылық жолда жұмсауым керек? Немесе жұмсайтын болса, ол азайып қалады ғой деген осындай қорқыныш болады. Бірақ бұл абсолютті түрде қате түсінік деп мен айтар едім. Себебі сіз садақа берген кезде, немесе зекет берген кезде сіздің дүниеңіз азайып қалмайды. Керісінше ол көбейе түседі. Қалай? Өйткені Аллах Тағала біріншіден сіздің дүниеңізге береке береді, кәсібіңізге, бизнесіңізге береке береді. Сонымен қатар садақаны алған адам сіз үшін дұға жасайды, сізге алғысын білдіреді. Ал адамның алғысын алу, бұл сіздің кәсібіңіздің одан сайын алға қарай жүруіне, дамуына үлкен септігін тигізеді. Сол себепті садақа беру, зекет беру, қайырымдылық жасау бұл өте маңызды іс. Осы жерде айта кететін жағдай, жалпы зекетті, садақаны тек қана байлар берсін деген түсінік тағы қалыптасқан. Мәселен, адамдарға неге зекет бермейсің, садақа бермейсің деп сұрақ қоятын болсаң, көп адамдар қайтып жауап береді: мен бай емеспін ғой дейді. Мен бай емеспін, байлар берсін, мен өзім күнімді әрең көріп жүрмей қалай берем? Бұл өте үлкен қате түсінік, достар. Мәселен, дәл қазір мен осы видеоны түсіріп отырмын, мен де шіріп кеткен бір бай адам емеспін. Бірақ Аллаға шүкір, мен өзімнің тапқан табысымнан бір бөлігін зекетке, жалпы садақаға беріп жұмсап тұрамын. Негізі оң қолдың берген сол қол көрмесін деп жатады, бірақ осындай кезде айтуға тура келеді. Яғни сіз жақсылық жасайсыз ба, оны белгілі бір адамдарға айтуыңыз қажет. Ол үлгі болып, кейін ол адамдарда сол жақсылықты жасауға тырысуы әбден мүмкін. Міне осы себептен, достар, тек қана байлар ғана зекет берсін, солар ғана қайырымдылық жасасын деген дүние жоқ.
Сіз егер жағдайыңыз орташа кезден бастап зекет беріп, қайырымдылық жасап, садақа беріп үйренсеңіз, онда сіздің мал мүлкіңіз көбейіп, сіздің берекеңіз арта түседі. Және иншалла Алла бұйыртса, сіз бай болған кезде де өзіңіздің ақшаңызды жұмсаудан басқа қайырымдылық жолында ешқандай қысылмайсыз, және сараңдық сіздің бойыңызда билемейді. Сіз сонда жомарт бай боласыз. Ал жомарт бай болу бұл енді өте керемет сезім, өте керемет дүние деп айтуға болады. Біздің қазақтың байлары бұрын жомарт болған бір бай, бір қазақтың байы бір ауылды толық қамтамасыз етіп отырған. Және соның айналасындағы орташа таптың, кедей таптың өкілдері сол байдың дүние мүлкіне ешқандай қол сұқпаған. Яғни жемқорлық жасап, жеп қойып, малын бағып жүрсе мәселен, оның біреуін көрсетпей сойып алу деген болмаған. Неге? Өйткені ол бай жомарт бай болған. Өзінің мал мүлкін жаңа кедейлерге беріп, кедейлердің балаларын үйлендіріп, міне осындай игі қайырлы істермен айналысып отқандықтан ол байларды жомарт байлар деп атаған және жақсы көрген. Міне осындай жомарт байлар біздің Қазақстанда қалыптасса деген менің өзімнің арман тілегім бар, және өзім де сондай адам болып қалыптасқым келеді, Алла бұйыртса. Енді мен өзімнің өмірлік тәжірибемді айтатын болсам, қателеспесем осы былтыр 2020 жылдың басында, қаңтар айында біз Алматыға кетіп бара жаттық. Менің қасымда Баймұрат есімді ұстазым, ағайым болды. Сонда Баймұрат ұстазым маған айтты: "Ернар, сен бай болғың келеді ме?" деді. Біз индрайвермен таксимен бара жатқан тұғымыз. Сонда мен айттым: "Енді кім бай болғысы келмейді? Әрине жақсы өмір сүріп, ата-анамда жақсылық жасағым келеді. Оны сіз де қалайсыз, мен де қалаймын" дедім. Сонда Баймұрат деген ұстазым маған өзінің былайша айтқанда тәжірибесімен бөлісті, айтты: "Мен күн сайын 100 теңге садақа беріп отырамын" деді. Каспий голд арқылы енді аударып отырамын деді. Сонда соны сен де жасап көруіңе кеңес беремін деді. Сосын мен алдында неге жасап көрмеске деп күн сайын 100 теңгеден беріп оттым. Енді қараңыздар, мен сол кезде 100 теңгеде беріп отқан кезде алдында менің кітабым сатылмай тұрып қалған болатын біраз уақыт. Кітабым өзінен өзі сатыла бастады. Достар, бұл енді ешқандай бір жалған сөз жоқ, бұл жерде ол рас. Мен 100 теңге садақа беріп оттым, күн сайын 4-5 кітап сатылып отты. Соның нәтижесінде 1000-ға жуық өмірде шектеу жоқ кітабы сатылып кетті. Міне бұл Аллах Тағаланың берекесінің бергенінің көрінісі. Егер сіз солай беріп отыратын болсаңыз, сіздің саудаңыз болса жүреді, тірлігіңіз болса алға басады. Ал беріп отырып, менің ақшам азайып қалады деп ойлау, бұл былайша айтқанда кедейлік психология және сараңдық, бұл шайтанның амалы деп айтуға әбден болады. Сол себепті қаржылық сауаттылық ғылымының 13-ші сабағы: бай болғыларыңыз келсе, көп ақша тапқыларыңыз келсе, қайырымдылық жасаңыздар, және бай болмай тұрып, сізде аз ақша болса, содан сіздер беріп үйреніңіздер. Өйткені кейін бай болған кезде сіздер мүлде сараңдық танытпайсыздар, соған үйреніп қаласыздар. Сол себепті құрметті қандастар, барлықтарыңызды садақа беруге, зекет беруге және қайырымдылық жасауға шақырамын. Қаржылық сауаттылық ғылымының 13-ші сабағы осындай болды. Егер менімен келіссеңіздер, мені қолдасаңыздар, онда лайк басыңыздар, астына сұрақтарыңызды қойыңыздар, пікір жазыңыздар, өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер, және ең бастысы видеоны басқа да достарыңызға жіберіңіздер. Жақсы қаржы тауып жүрген немесе қаржылық проблемалар бар қандастарымызбен бөлісіп отырыңыздар. Және YouTube арнаға жазылмаған болсаңыздар, жазыла кетуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Спабек Ернар Маратбекұлы. Келесі қаржылық сауаттылық ғылымының сабағында кездескенше сау сәлеметте болыңыздар, достар.